Төлен Әбдік, жат перзент, 2 бөлім. Жолдас қыздың үйі, деді ол менің түймемді шұқылап. Ұялып тұрмын, не дейміз? Күйеуім де. Біздің отбасын біледі ғой. Онда Рүстемнің інісі деймін де. Мейлі, жоқ болмайды, деді ол қобалжып. Құрсыншы кетейік. Ақыры тағы да такси ұстап қайтадан Зәурештің үйіне келдік. Зәуреш тағы да табалдырығында тұр. Ертең сағат 10-да, деді сыбырлап. Сүйесің бе, деймін сыбырлап. Сүйгенде қандай, деді кекетіп. Ертеңіне жұмыстан кейін кафеде отырып сағат 9:30 болуын күттім. Бұл жолы Зәуреш есік алдында қарсы алды. Бүгін кіруге болады, деді құпия жымиып. Үйге кірген соң әлгінде сатып алған коньягымды шығарып үстелге қойдым. Керегі жоқ, деді Зәуреш қабағын тыржитып. Күнәні бәрібір арақпен жуа алмайсың, керегі жоқ. Менің басым ауырады. Жүр, ас үйден шай ішейік. Шай ішіп отырғанда менің көңіліме әлде қалай үйге Рүстем кіріп келмес пе екен деген үрей келді. Бәлкім кіріп келер. Кім білген, әдейі әйелін сынау үшін не басқа жұмыспен аяқ астынан іссапар тастап жетіп келу мүмкін ғой. Шай ішіп отырып сигарет тұтаттым. Отыра тұр, мен қазір. Зәуреш орта үйге кіріп кетті. Коньяктан 1 рюмка тартып алғанда жақсы болатын еді деп ойладым. Сонда жеңіл болар еді. Әлден уақытта орта үйден Зәуреш шықты. Жүр, деді қолымнан ұстап. Бөлмеге кірдік. Шамын сөндіріп тастапты. Ас үйдің жарығынан еденге салған төсек әппақ болып көрінді. Мен Зәурешті құшақтап тұрып, бір қолымен халатымның түймелерін ақтап бастым. Бұлайша талдырмаш көрінгенмен денесі тығыз екен. Енді келме. Рүстем біліп қалса екеумізді де өлтіреді, деді алқына сыбырлаған Зәурештің үнінен есімді жиып алдым. Осы сөз менің бағана шай ішіп отырған кездегі үрейіме қайта келді. Маған шынында да оның біліп қалуы әбден мүмкін көрінді. Егер біз осы ісімізді бұдан әрі жалғастыра берсек, ерте ме кеш пе әйтеуір бір күні біліп қоюы айдан анық. Содан кейін осы кезге дейінгі ақыл санаң мен майдан терің сарп етіп келгенде бүкіл өміріңнің тұнығы бір-ақ сәтте тасталған болады. Ал оны сонау бастан ерінбей жалықпай қайта қарауға төзімің жете ме? Төзімің жетсе, ғұмырың жете ме? Бір сәтте бәрін бүлдіру қандай қорқынышты. Құмарлық сезімі лапылдаған менің бойымды үрей лезде салқындатты. Телефон шылдыр ете түскенде мен селк ете қалдым. Түн ортасында не қылған телефон? Зәуреш халатын жамылып телефонға барды. Номерді шатастырып қате түскен біреу екен. Зәуреш қайтып келіп көрпеге кірді. Жүрегің тарсылдап тұр ғой, деді басын кеудеме салып. Рүстемді айтып менің үрейімді ұшырғанымен өзі әлі сабыр. Мен кетуге асықтым. Осымен тоқтату керек. Үн-түнсіз киіне бастадым. Зәуреш жаққа қарамауға тырыстым. Киініп болып дәлізге шықтым. Зәуреш халатын жамылған күйі алдыма келіп бетіме қарады. Жайпақ тәпішкесімен тұрғандікі ме маған ап-аласа секілді көрінді. Зауқым болмаса да ренжіткім келмей құшақтап ернінен сүйдім. Сау бол. Зәуреш пойызға шығарып тұрғандай қолын бұлғады. Сыртқа шығып Зәурештің үйінен 2-3 көше ұзаған кезде бағанағы үрей басылды. Енді ешкім әлгінің бәрін мойныма қиып сала алмайтын көрінді. Оның орнына әу бастағы Рүстемнен кек алу туралы ой қайта оралып, сол ойдың күні бұрын болжап білгендей мүлтіксіз орындалу мені қайран қалдырды. Осымен тоқтату керек. Бір сәтке әйелімнің деген аяныш сезім оянды.
тезірек жетуге, кешіккеніме кешірім өтінем, әңгімелесуге, еркелетуге асықтым. Мен Зәурешке енді қайтып бармасқа бекіндім. Енді келме, Рүстем біліп қойса екеуімізді де өлтіреді деген сөз магнитофонға жазып алған қайталатқандай ішінде сайрап тұрады. 2 күннен кейін Зәуреш телефон соқты. Мен оның тағы да кездескенімізді қалайтынын естіп қайран қалдым. Баяғы үрей көңіліме қайта оралды. Жоқ, дедім үзілді-кесілді. Енді бара алмаймын, ұмыт. Сөзімнің соншалықты дөрекі шыққанын сезіп тұрмын. Маған да оңай емес, бірақ бәріміз де жағдайға бағынамыз. Арадан айдан астам уақыт өткенде Рүстем тағы бір шаруамен іссапарға кетті. Аяқ астынан көңілім түкпірінде Зәурешке деген сезім қауіптің жоғын біліп қайтадан ояна бастады. Ең болмағанда хабарласуға болады ғой деген шешімге келдім. Түс шамасында үйіне телефон соқты. Зәурештің даусы маған ашулы көрінді. Бұл кім? Мен ғой, деймін құпия жұмсақ. Мен кім? Менші, қалайша ұмытып қалдың? Зәуреш таныды, үндемей қалды. Халің қалай? Дедім үнсіздікті басып. Жаман емес. Түнде түсімде көрдім, өтірік айттым. Сосын екен ғой телефон соғып тұрғаны. Тек ол емес, сенімен жолыққым келеді, дедім. Жоқ, деп кесіп тастады. Сен мені ұмыта алмадың. Мен сені ұмыта алмадым, дедім. Лирик актерлік қамқа кірісіп. Үндеген жоқ. Бұрын ұмытуға тырысқан едім. Сені өзімді аяғандықтан, сенің арыңа, абыройыңа кір жұқтырып алам ба деп қорыққандықтан. Соңғы сөз менің өзіме де әсер еткен секілді. Үндеген жоқ. Неге үндемейсің? Әлде бәрі бекер болғаны ма? Қалайша? Әлде менің айтқаныма сенбейсің бе? Бәрі де өтірік, деді ол ап-айқын етіп. Мен бөтен біреудің атын жамылып сөйлеп отырып, шын аты ашылып қалған алаяқ секілді сасқанынан жауап қайтарға сөз таба алмай қалдым. Бәрі де өтірік, деді бұрынғыдан да нығыздап. Ялған тек тұрмас. Неге дей бердім. Телефон, ол да үнсіз, мен де үнсіз. 2 минуттай тұрдық. Мен 10 күн бойына деп айтқысы келмей тұрғандай кідіріп қалды. Сенің кірген шыққаныңды күзеттім. 10 күн бойына сенің сыртқа кіммен шығып, кіммен кіргеніңді, қай асханадан түскі тамақ ішетін сағатына шейін қалдырма айтып бере алам. Мен ылғи аялдамада тұрған адам болып көрінуге тырысатын. Күттім, рас. Қасыңа баруға арландым. Енді осы қорлықта жетеді. Қайтып мазамды алма. Ойда жоқта бейтаныс табиғаттың үстінен шыққан жолаушыдай аңырып қалыппын. Дей бергенімде дыбысымның қалай шыққанын сезбей қалдым. Құлағыма үзік-үзік ызыңдаған телефонның үні қалды. Бұдан кейін мен көшеде, автобус ішінде Зәурешпен кездесіп қалып жүрдім. Ол мені көргенде өзінің қуанып тұрғанын жасырмайды. Шын ықыласпен сәлемдесіп, ақылды әйелдерге тән бір ұстамдылықпен жағдайымды сұрайды. Ақыры бірте-бірте уақыт өткен сайын еш ілтипатсыз бас изеумен ғана өтетін болды. Кейін олар қаланың басқа ауданында үй алды ма, әлде мүлде көрмей кеттім. Арадағы азғантай оқиға осымен бір жола бітті. Мен анда-санда ішіп алып, бозбалашылық дәуренді ортаға салғанда есіме алып, жақын жолдастарыма атын айтамай мақтанышпен әңгімелеп береді. Әлде бір себеппен жол түсіп мектеп алдында өтіп бара жатқан едім. Күннің ыстығынан таңдайым құрғап шөлдеген соң
бұрыштағы су сатып жатқан жерге әдейі бұрылдым. Соңы кім екен дедім, кезекте тұрған халықты көптігін көріп. Күтер-күтпесімді білмей екі ойлы болдым. Мен боламын, деді әлдекімнің сәл күшеніп шыққан қоңыр даусы. Саламатсыз? Бұрылып бетіне қарадым, таныдым, Рүстем екен. Шашына кәдімгідей ақ кіріпті. Жылтыраған әдеміше бетіне бәлендей әжім енбесе де, көзілдірігінен, даусынан, қимылынан бойға ауру секілді сыныптан кіретін үлкендердің нышаны сезілді. Өкпе, реніш ұмытылғалы не заман. Рүстембісіз? Аман-есенсіз бе, дедім қолым қысып. Қанша жылдан бері көрісіп отырмыз, деді ол бетіме барлай қарап. Иә, біраз болған шығар. Қайда істеп жүрсіз? Тресте. Бұрын әңгімелесіп, бас түйістіріп көрмегендіктен бе, әрі қарай не айтарымды білмей қалдым да, су ішкелі тұрсыз ғой, дедім. Су үшін тұрған айдан анық біліп тұрсам да. Иә, деді ол басын изеп. Мына бір бала шөлдеген соң жаңа мектепке әкеліп едім. 1-ші класқа барады. Соған тіркетіп алып барам. Дайындалады дейме, Құдая, оқу басталмай жатып сабақтар жүреді екен ғой өздерінде. Содан барып Рүстемнің қолынан ұстап тұрған 7-лер шамасындағы ол балаға көзім түсті. Мінезі әлде мектепке келген соң өзін осылай болу керек деп тапқан шешіміме монтиып тып-тыныш тұр. Кетік тісін көрсетіп маған сығырая қарады. Мен әлдене айтқым кеп, аузымды аша бергенде тұрып қалдым. Бала быршып терлеген маңдайын жеңімен сүртті. Жүрегім шың ете қалғандай болды. Өрекпіл аузыма тығылды. Өзім жасаған қылмысымның бір куәсін көріп қалғандай, қарақшыдай қыпылықтай бастадым. Бірақ баланың жүзінен көзімді ала алмадым. Бала менен айнымайды екен. Астапыралла, көзі, мұрны, сиректеу шашы, басы, бітісі, желкесіндегі орайы, тіпті құлағының қатпарына шейін сойып қаптап қойғандай. Ішімнен зәурешпен кездескеннен бергі уақытта жан таласып санай бастадым. 8 жыл, қалайша дұрыс 8 жыл. Шындықтан қашып құтылу мүмкін емес. Бала 7-де, биыл мектепке бармақ. Бала терлеп-тепшіп бір стакан суды әрең бітірді де әкесіне қарап, ішін көрсетіп тырсиып кетті деген болу керек. Жымиып қойды, сүп-сүйкімді. Ал жақсы, деді Рүстем маған кететінін білдіріп. Бет-аузымды мен басымды изедім. Баланың аяғының басын ішіне алып маймақтау басып бара жатқан көргенде көзім қарауытып, жүрегім шаншыды. Баланың әкеге осынша ұқсауын мен бұрын байқаған емеспін. Суды ішкен-ішпегенім есімде жоқ. Қара үзбей әлгілердің артынан жынды адамдай біраз жерге дейін еріп отырды. Олар көп ұзамай алдағы аялдамадан автобусқа мінді. Күтпеген жағдай мені мүлде есеңгіретіп жіберді. Әлгі балаға деген әкелік ықыласымның бір көргенде-ақ бойымнан лап етіп сыртқа тепкені өзіме таң көрінді. Әлде әйелімнің қазіргі отбасы деген беймәлім қағиданы желеу етіп, жалғыз қыздан кейін үй ішіне жаңалық енгізбей қойғаннан шағын тірлігіміз басылмай қойған мауқымның әсері ме? Әлде тек баланың өзімнен соншалықты айнымай қалған түрі ме? Әйтеуір бала автобусқа мініп бара жатқанда жүрегімді біреу қоса суырып бара жатқандай көрінді. Содан кейін түні бойы көз ілмей өзімнің тағдыры бөтен түтіні бөлек жаралған туған ұлымды ойладым. Туысымды балажан едім.
ұлымның өмір бойы мені танымай өтетіні, танығысы да келмейтіні мәңгі жаттығы жаныма батты. Мен өмірімнің ұзын ырғасына көз жібердім. Бұл өмірде қатеміз қайсы, дұрысымыз қайсы? Адам біліп болған ба? Осыдан біраз жыл бұрын Зәурешпен арамыздағы жастықтың желілінен туған бұра жүрісті таразының бір басына салған ғұмырымды екінші басына шығарып салыстырғым келеді. Анықтауға зердем жетпейді. Бар білгенім Зәурешті шын көңілмен ұнаттым. Бірақ мен алғашында мұны мойындағым келмеді. Өйткені мұның бәрі өзімді қоршаған ортаның қағидасына мүлдем қайшы еді. Сондықтан мен де көңілімдегі шынайы сезімді жалған деп тануға мәжбүр болдым. Сонда менің жіберген ең үлкен қателігім қайсы? Зәуреш пе, жоқ бүкіл қалған ғұмырым ба? Соңғы кезде балам ылғи есіме түсіме кіретін болды. Оқыған Әсия Ерболқызы.